Елде онкологиялық ауруларды емдеудің жаңа технологиялары енгізіліп жатыр. Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталығы микротолқынды абляция әдісін қолға алған. Операция қалай жасалады және қаншалықты жеңіл? Тілшіміз баяндасын. Дәрігерлердің айтуынша елімізде диффузды уытты зоб ауруына шалдығатындардың саны көп кездеседі. Ол қалқанша безінің зақымдалуынан туындайды. Камшат есімді Астана қаласының тұрғыны да өзінің 3-ші жүктілігінен кейін қалқанша безінде өзгерістер пайда болып, түрлі ем шараға жүгінгенін айтады. Қанша қатерсіз болса да, қалқанша бездегі тін қолайсыздық тудырған. Алайда елімізде онкологиялық ауруларды емдеудің жаңа технологиялары қолданысқа еніп жатқанын естіп, ота жасауға бел буғанын айтады. Мен негізі осы процедураны күткен. Қашан бір жаңа процедура шығады, мен операцияға бармауым керек. Өйткені мен жаспын, 4 балам бар, өзімді сақтауым керек, органды сақтауымды ойладым. Осы процедура туралы естідім, алдын ала жазылып, әрине сеніммен келген білікті мамандар. Елімізде интервенциялық онкорадиология саласы, яғни ем шараны еш ауырсынусыз, кесу әрекетінсіз, ең бастысы ағза мүшесін сақтап қалуды көздейтін медицина кең қолданыста. Осы бағытта түрлі технологиялық әдістер дамып келеді. Соның жаңа әрі бірегейі микротолқынды абляция дейді ұлттық ғылыми медицина орталығының маманы. Это абсолютно новое направление. Бұл әлемдегі жаңа бағыт. Қазір Қазақстанда бұл әдісті қолданысқа енгізген әзірге біздің орталықтың мамандар ғана. Дәл осы әдістемемен қалқанша безінің қатерсіз түзілімдерін емдеуде тәжірибеміз аз емес. Дегенмен әлемде микротолқынды абляция технологиясы кеңінен қолданылады. Тіпті қатерлі ісікті де емдеп жатыр. Біздің мамандар мұндай технологияның көмегімен қалқанша безі, жатыр миомасы, сүт безін емдеуде жақсы тәжірибеге ие. Алайда заманауи әдісті кеңінен қолдану мақсатында шетелдік мамандарды жиі шақырады. Олар жергілікті дәрігерлерге ота жасаудың қыр-сырын көрсетуге барынша тырысады. Бұл ота жасайтын бөлме дәрігерлер дәл қазір науқастағы зоб түйінін алып тастамақ. Дәлірек айтсақ, микротолқынды абляция технологиясының арқасында ол күйдіріледі және науқасқа ешқандай ауырсыну сезімін тудырмайды. Дәрігерлердің айтуынша мұндай ем шара 30-40 минутта алады. Ұлттық медицина орталығы мамандарының айтуынша жүрек, қалқанша безі, жатырға жасалатын ашық ота науқастар үшін өте ауыр еді. Одан кейін қалыпқа келуде көп уақытты алады. Ал мына жаңа технология оның барлығын жеңілдетті. Науқастарда ем шарадан кейін 2 сағат ішінде қалыпқа келеді. Мөлдір Молдағали, Ғалымжан Абдылахат, 24 KZ.